Ақтөбелік тігіншілердің өнімі экспортқа шығуға дайын. Қазір жергілікті серіктестік алыс жақын шет елдермен келіссөздер жүргізуде. Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев осы Азия серіктестігінің тігін фабрикасының жұмысымен танысып, түгелдей қыз-келіншектерден құралған ұжымды халықаралық әйелдер күнімен құттықтады. Тақырыпты Серік Әбдібек толықтырады. Кеңес одағының тұсында жер жаһанға танылған тігін фабрикасының ізіндегі кәсіпорын қазір арнаулы киім, төсек жабдықтары мен қыз жасауын тігуге бейімделген. Фабрика өнімдеріне сұраныс жоғары. Еліміздің батыс аймағындағы мұнай-газ компаниялары бірнеше зауыттар тапсырыстан кенде қалдырған емес. Жылдың 4 мезгіліне сай тігісі берік арнаулы киімдерге қазір еліміздің өзге өңірлерінен де қызығушылық жоғары. Қазақтың ұлттық оюларымен көмкерілген көрпе төсектер де көздің жауын алады. Облыс әкімі де бүгін фабрика өнімдерінің экспорт жолындағы жоспарларын білді, интернет дүкен ашатын ниеттерін құптады. Интернет дүкен Қазақстан бойынша, сосын ТМД елдерінің бойынша жұмыс жасайды. Сосын жаңағы біздер ойымыз, отдел предпринимательства промышленности сөйлестік, ЕБРРдан консалтинг алдық. Соныменен біздер біздің посольстволар бар ғой. Великобританияда, Германияда, қазақ біздің диаспоралар бар. Қытайда бар, Монғолияда бар. Мына жақтан жүре берсең, көп қой дейді. Соларға шығарамыз деп талпынып отырмыз бұйыртса. Ұжымдағы белді тігіншілердің бірі Гүлжан Абдуллина мектеп қабырғасымен қош айтысқан бойда тігін фабрикасына келген. Өндірістің даму, шарықтау және құлдырау жылдарында тапылжымай басқа саладан орын іздеген жоқ. Гүлжанның тілегі қабыл болып, жеке қолға көшкен қазіргі фабрикада қолы өнімді тігіншілердің бір атан. Ұжымда негізінен зейнеткерлік жасына жақындаған тігіншілер жұмыс жасайды. Қазір 58-ге толам. Биыл пенсияға шығам. Осы фабрика ең бірінші ашылғанда жас кішкентай балалардың киімдерін тікті. Осы фабриканың қабырғасында 76 жылдан бері жұмыс істеп келатыр. Облыс әкімі тігін фабрикасының әрбір цехын аралап көрді, тігіншілермен тілдесті. Сонымен қатар тігіншілікті оқытатын жергілікті колледждердің бірінің осы жерде тәжірибеден өтетін студенттерінің жұмыстарымен танысты. Фабрика басшысы Айнұр Бақтығалиеваның айтуынша, кәсіпорынды аяғынан тұрғызу үшін қыруар қаржы жұмсалған. Тігінге қажетті шикізаттың тауардың 85% отандық өнімдер, ал сұраныс жоғары мезгілде бұл жердегі тігіншілердің жалақысы 100 мың теңгеге жуықтайды. Жұмыс орындары да көбейеді. Сезон кезінде біздер 80-85 адамға дейін жұмыс береміз. Шығаратын өнімдеріміз бүткіл тігін өнімдері, арнаулы киім, төсек орын, қыз жасау, маталарды оңтүстіктен аламыз. Сосын синтепон, жылу ұстайтын материалдарды Қостанайдан аламыз. Өзіміздің ішкі қазақстандық өнімдер, өнім шығаратын компаниялармен біздер жақсы жұмыс жасаймыз. Мереке қарсаңындағы кездесуде облыс әкімі Бердібек Сапарбаев ұжымдағы әйелдер қауымын айтулы мерекемен құттықтады. Тек қыз-келіншектерден құралған ұжыммен алғаш рет кездесіп отырғандығын айтып, қазақы қоғамдағы ананың рөлі қыздарға құрмет жайында жылы лебізін білдірді. Көктемнің шуағы келген кезде ең бірінші мереке сіздерге әйелдерге арналады. Өйткені себебі адамды өмірге әкелетін әйел, адамды ары қарай тәрбиелейтін, білім беретін әйел. Бекерден бекер емес қой. Барлығы отбасынан басталады. Отбасында кішкентай адам қандай білім алса, тәрбие алса, келешекте де сондай өзінің елінің азаматы болады. Сіздерге көп нәрсе байланысты. Кездесу соңы ұжымды құттықтауға ұласып, әрбір тігіншіге, студенттерге облыс әкімінің өзі гүл шоқтарын ұсынды. Көктемнің ең жарқын мерекесі тігіншілер үшін осы жылы кездесу арқылы есте қалары анық. Серік Әбдібек, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.